Ассалаумағалейкум Серік аға. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңдер бауырым. Үй бастайын бір кигіз үй болады. Үлкен үйіміз әлі тігілген жоқ. Кіріңіз. Мәссаған. Ал мынау енді шаңырақ 85 басты. Мыналар уық, кереге, түскүйгіз деген сияқты жел баулары бар. Бұл кигіз үйді ұстайтын себебіміз біріншіден ауасы таза, жаздың бір-екі айында кішкене қыстауымызды сергітіп, оның ішінде ақтап деген сияқты. Сөйту үшін тігіледі, бір жағынан демалыс, алыстан қонақтар келеді. Бұнда жатқанда да кең, қолайлы, өз денсаулыққа жақсы кигіз үй деген ауасы таза болады. Қанша аз ғана болсақ та, қазақтар Монғолияда еркін өмір сүреміз. Енді бұл үшін Монғолия еліне басымыз дейіп тағзым етеміз. Аралап жүрмін, бірақ киіз үй сататын базарды бірінші рет көрдім. Осындай Баян-Өлгейдің базарында мына есіктер тұр, әнекей үстелдер бар екен. Киіз үйдің жабдықтары енді жалпы 10 миллион түгірік тұрады екен. Бір енді орташа киіз үй. Аға, мына домбыраларды өзіңіз жасайсыз ба? Өзіміз жасаймыз. Құны қанша? Құны мынау 250 мың басы. Ең қымбат осы ма? Қымбат осы 250 мың. Мәссаған, артына ою өрнегі бар, 250 мың. Қандай ағаш бұл? Бұл қызыл қарағай, беті бөлек. Қане, дауысын көрсет жүрінші бұл, дауысы қандай? Ой, дауысын ой, мұны көрді. Біз 25 жыл домбыра жасадық. Бізде сол ағашына байласты, сол бәрі қарағай, қайың деп солай сата береміз. Мәссаған, ал мына жақта сізде Мынау кездік пе бұл? пышақ, бұны жасайтын тағы бір кістер бар. Мына таға бәрі, мына белбеуді, мына күміс белбеуді. Қазақи. Күміс белбеу ма? Мынау жігіттердің шалбарға буынатына, мынау үлкен кістердің шапанға буынатына, мынау. Бәрі күміс. Мынау таза күміс. Қанша болады бұның құны? Мынау 600 мың төгірік болады, төгірікпен. 600 мың түгірік. Төгірік. Мынау 250 мың төгірік. Тамаша. Енді мына пышаққа көзім түсіп тұр. Сүйек па басы? Мынау арқар құлжаның мүйізі содан істейді. Құрбесік тербетпейді деп айтады енді. Мынаған түбек, мына бір болғанда пәнер қандай бір ағаш салып жүрген, бұл енді аржағынан тым тартып, балаға кішкене денсаулығына зиян болады деп, осындай жіппен шарбақтап қойғанбыз. Жерде түбегі тұрады, қайтып жабдықтары бар, оның бәрін жинақ қойғанбыз. Ал енді құрбесік тербетпейді деп жатады. Бүйтіп қарып тастайды, бала шошымасын деп. Бір жағы біздің ағарымдап, жын шайтан деп айтамыз ғой. Осылар аулақ болсын деп, бүйтіп қарып үсіп тастаймыз. Қарамен әдей бояп қойсыздар. Боямаймыз, қышқашты қыздырып, мынау көсеуді. Көсеуді отқа қыздырып, кәдімгідей күйгізіп жермес басып тастайды. Бұл бір жағы аластаған деп айтады енді, бесікті. Сол кезде кішілеріміздің сондай жырлар айтып беретін. Алпамыс, Қобыланды, Арқалық батыр деп. Мысалы, Қыз жібектің нелері болды, пластинкалары болды біздің кезде. Әзір оның бәрі құрып кетті, жоқ. Бесікке бөлінген бала қандай болып өседі? Бесікке бөлінген бала бірінші таза болады, тыныш болады, денесінің өсуіне де, мысалы, әке-шешесіне де көп бөгет жасамайды. Енді бір айдан кейін пісады, сол кезде жейміз. Қазір жап-жасыл қалпы. Күрең болады ғой. Мына өзіміздің атын жөксенің жусаны, мен естігесіңдер, таудың әдемі қа? Таудың іші шығып тұр. Бит-бит өскесін жұлмай. Міне. Іске қойнадан ескесің әдемесі. Күшті ма? Мынау енді 21 жыл болған алма ағаш. Өріктің ағаштары бар. Тағы да интор дейміз ғой, чие, қызыл чие. Не үшін тал отырғыздыңыз сонда? Бұлар енді кішкене болса да балалар осыдан жемісін теріп жеп, өз ауламызда таза жеміс. Бұл енді Қытайдың қайда қалың химиялық қоспамен өсірген жемісінен гөрі біздегі осы жемістер жақсы. Осы табиғатқа жақын болса екен өзіміз ұқсап, бір ағаш болса да енді әкеден мал қалғанша талғасын деп айтады қазақ. Осы табиғаттарды аялап, бұған енді жақсы болсын деп өсіреміз ғой енді болса.
еңбекпенен осы суарғанның өзі содар біз қарап өседі баяғыны. Қарап жүріп, бір шөп болса да, гүл болса да жылмайды. Тәрбие тал бесіктен басталады ғой енді қазақ халқында. Сол қазақтан қандай бір нәрсесін бойына сіңіріп, жаңағы барлық нәрсесін өзі бойына сіңіріп өсіріп тәрбиелейміз. Ол бала болса да, қыз бала болса да. Инабатты, ибалы, жаңағы текті жердің қызы деп айтатындай, текті жердің баласы деп айтатындай, мысалы.